Қазақ халқында ежелден қыз ойнақ деген дәстүр бар. Ат айтып тұрғандай, босаға аттағалы тұрған қыз торқалы тойдан бірер күн бұрын құрбыларын жинап, жиын жасайды. Ал бүгінгі қыз ойнақ тіпті бір жын ойнақ па дерсің? Гүлмарал, қойш, есесіне естен кетпес керемет кеш өтеді. Оның үстіне заман талабы. Ешкімнен қалысы келмейді. Бүгінгі тілмен айтқанда, девичник деп жүрген қыз келіншектердің бұл жиыннан дәстүрдің бір жұрнағында байқамаймыз ғой бірақ. Я, Гүлмарал, қосылам. Бүгінгі қыз ойнақ бұрынғыдан өзгерек. Сөз таластырмай, анықтайықшы, дәстүрге сай қыз ойнақ қалай ұйымдастырылу керек? Қыз ойнақ той алдында тек бойжеткендер арасында ұйымдастырылатын құпия жиналыс. Бұрында ұзатылғалы отырған қыз ата-анасының үйінде жақын құрбыларымен бірге ән шырқап, құпия сырларымен бөлісіп, толғандырған түрлі тақырыптарда әңгіме дүкен құрып, мәнді де мағыналы отырыс жасаған. Жеңгелері ұзатылғалы тұрған қызды жұбату үшін мұңлы әндер орындап, болашақ өміріне керек кеңестер айтқан. Ал қыз ойнақ қыздың ата-анасының үйінде өткізіледі. Ол өз үйімен, балалығымен қоштасу дегенді білдіреді. Бұл күндері қыз ойнақты көп дейді. Ойбай, бола берсін көп мейлі. Артық шығын болса дағы қыздарға, ұйымдастырушыларға қосымша табыс артық етпейді. Дұрыс айтасың, мұндай жиынды ұйымдастыру үшін қаншама шығын кетеді десекші. Я, айтпақшы Гүлмарал, менің құрбым ұйымдастыру орталығында жұмыс істейді. Ендеше орташа есеппен қыз ойнақ ұйымдастыруға қанша шығын кетеді? Анықтайықшы. Жалпы девичникті ұйымдастыруды қолға алатын болсақ, ол 90 мың теңгеден басталады, және де ода шектеу жоқ. Қалыңдықпен оның құрбыларының фантазияларына, дайындаған образдарына, дастарханға байланысты, таңдаған стильдеріне байланысты қаражатта шектеу болмайды. Қарапайым деген девичник 100 мың теңгенің көлемінде болады. Ол жерге жай оформление және де дастархан кіреді. Бүгінде бұрымдылар қиялына ерік береді. Арулар белгілі бір стиль таңдап, мысалы, үсті басына қына жағып, теңіз қарақшылары, қуыршақтар әлемі үнді актрисалары, кейіпкерлер әлемінің кейпіне еніп, фантазияларын жүзеге асырады. Сонда сол кейіпке енгендері қазақ ертегілердің кейіпкерлері болса жөн ғой. Олардың еліктейтіні батыс мультфильмдерінің қорқынышты кейіпкерлері. Ал ол біздің дәстүр ме? Соны бір сәт ойлансақ екен. Немесе қазір қыздар эстетика деп жатамыз ғой, сол стильге жақын, және де батыс пен шығысқа еліктеулер көп болады. Мысалы, кейбір қыздар үнді стилінде істегіміз келеді, кейбіреуі болса мафия стилінде істегіміз келеді деп айтып жатады. Жалпы образ тематика қазір өте көп. Келіншек қыздардың қалауын орындауға тырысамыз.